Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы антоним дегеніміз не? Тақырыпты бастамас бұрын ең алдымен экрандағы суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте шаршы көріп тұрмыз. Шаршының түстеріне назар аудар. Түстері қандай? Бірінші шаршының түсі ақ, қарама-қарсы қара түс берілген. Яғни бұл суреттер бір-біріне қарама-қарсы. Ақ түске қарама-қарсы түс ол қара түс. Келесі екінші суретте күндізгі уақыт берілген және түнгі уақыт берілген. Яғни күндіз деген сөзге қарама-қарсы сөз түн болады. Келесі суретте смайликтер берілген. Біріншісі смайлик көңілді болса, екінші смайлик көңілсіз. Бұл жерде көңілді сөзіне қарама-қарсы сөз көңілсіз екенін білдіреді. Енді бүгін антоним деген сөзді нақты білу үшін оқулықтағы 7-ші беттегі 5-ші жаттығуды орындаймыз. 5-ші жаттығуда екі қол деген өлең берілген. Оқып шығайық. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанды алақан. Ысқылады асыға, оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға, сол қолымен оң қолын. Қарап еді сосын ол тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы екі қол бірін-бірі жуады. Енді осы өлеңде қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Сол қолы мен оң қолы. Яғни бұл жерде антоним болып тұрған сөздер ол сол және оң деген сөздер. Сол қолға қарама-қарсы сөз ол оң деген сөз. Келесі оқулықтағы 6-шы жаттығуға назар аударайық. Мақал мәтелдерді көшіріп жаз дейді. Бірінші, озған мұрат, қалған ұят. Осы мақал мәтелдегі антоним сөздерді табайық. Ол қандай сөздер? Әрине ол озған және қалған. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Бұл жерде антоним сөздер дұшпан және дос. 6-шы жаттығуды орындап болсақ, ережені шығарайық. Антоним сөздер дегеніміз не? Тіліміздегі мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат, жұқа, қалың, биік, аласа. Мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды. Антоним сөздер ол бір-біріне қарама-қарсы мағыналы сөздер. Келесі оқулықтағы 7-ші жаттығуды назар аударайық. Бұл жерде антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендіру қажет. Бірінші бағанда ащы, қалың, ұзын, ерте, терең деген сөздер берілсе, екінші бағанда оған қарама-қарсы сөздер кеш, қысқа, тұщы, таяз, жұқа деген сөздер берілген. Енді бірінші бағандағы сөздердің қарама-қарсы мағыналы сөздерді табу керек. Мысалы, ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз деп бір-біріне сәйкестендіру қажет. Келесі 8-ші жаттығуда бос төркөздерге қарама-қарсы мағыналы сөздерді жаз, яғни антоним сөздерді жазу керек. Ескі сөзіне қарама-қарсы сөз ескі, жаңа. Жақсы сөзіне антоним сөз жаман. Жарық сөзіне антоним сөз қараңғы деген сөз болады. Келесі тапсырма бойынша төмендегі сілтемеге өтіп, қосымша тапсырманы орындаңыздар.
Бұл тапсырма бойынша сіздерге екі тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада бір-біріне қарама-қарсы сөздерді тап, яғни жұқа, жеңіл, ақылды, алыс, ақиқат, түн деген сөздерге антоним сөздерді табу керек. Екінші тапсырма бойынша антоним сөздері бар 3 сөйлем құрастырып жазу керек. Барлық тапсырма осы.